Анам және әкеммен циркке билет алу үшін кезекте тұрған едік. Сәлден соң кезегіміз жылжып, билет кассасымен арамызда бір ғана жанұя қалған еді. Бұлардың 12 жасқа жетпеген 8 балалары бар еді. Баршылық ішінде өмір сүрмейтіні жағдайларынан белгілі еді. Үстеріндегі киімдері бағалы еместі, бірақ тап-таза еді. Балалар әкесінің артынан екі-екіден қол ұстасып, тәрбиелі түрде қатармен тұра қалды. Жүздерінен қуаныш, қобалжу сезімдер білініп тұрды. Пілдерді көретінін, қызықты, ерекше нәрселер болатынын бір-біріне айтып жатты. Бұрын соңды циркке бармағандары сөздерінен білініп тұр еді. Аналары мен әкесі мақтанышпен қол ұстасып ең алда тұрды. Кассир әкеге қанша билет керектігін сұрады. Сонда әке 2 ересек билеті және 8 балалар билетін беріңізші деді. Кассир билеттердің құнын айтқанда, анасының қолы әкенің қолын жібере салды. Басы салбырап, мұңая түсті. Әкенің еріндері дірілдеп, кассирге жақындай түсіп, «Қанша дедіңіз?» деп сұрады. Кассир билеттің бағасын қайталап айтты. Ол кісінің оншалықты ақшасы жоқ еді. Енді балаларына бұрылып оларды циркке алып кіретін ақшасы жоқ екенін қалай айта алар еді. Әкем мұны сезініп қалтасынан $20 шығарып жерге түсірді. Әкем жерге еңкейіп жатып әлгі кісіні түртті. «Кешіріңіз, мына ақша қалтаңыздан түсіп қалды» деді. Кісі мән жайды түсінген еді. Әкемнің көздеріне қарап тұрып қалды. Әкем жерден алған ақшаны оның қолына ұстатты. Еріндері дірілдеген күйде: «Рахмет, көп рахмет мырзам. Бұл ісіңіздің мен және жанұям үшін маңызы өте зор» деді. Цирктен кейін әкеммен машинаға мініп үйге қайтқанымызда қуанышымыз бұрынғыдан да арта түсті. Иә бауырлар, Аллах Тағала осы оқиға арқылы біздің бір-бірімізге көмек көрсетуіміз және мейірімділік танытуымыз дініміздің әдептерінен екендігін айқындап берді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.